Оразбек ата туралы қайттан айтыңызшы. Оразбек атам сол не ірі молла болды ол кісі кәдімгідей. Ол кісінің алдында біз ол кісі есік алдына шығып отырғанда дәрет алуға шығады, есік алдында намаздан неден кейін құрандарын оқып есік алдында шығады, отырып далаға шығармайды, құранды үйде оқып демалады ғой, намазын оқиды. Есік алдында демалып отырғанда біз ол кісінің көзіне түсіп жүгіріп секіріп ойнап көргенбіз жоқ. Намаз оқып отқанда ма? Жоқ, далада атам жүреді ғой. Атам далада жүргенде біз жайда енді бір-бірімізді қуысып ойнаймыз ғой. Атам далада жүргенде біз ол кісінің көзіне түспейміз. Егер де сөйтіп жүгіріп секіріп ойнап жүргенімізді көрсе, үлкен атам шақырып алады да бізге айтатын. Қыз бала үйтіп секіріп жүгірмеу керек. Сондай шариғаттарды айтады. Шариғат айтатын ол бізге. Шариғатта солай бұлай деп. Сөйтетінбіз. Сондай кісі ірі молла болды. Сонда андай бұрышта жаңағыдай бір тақтайда істеген. Үстел ол кезде дүниеде жоқ қой енді біздің бала кезімізде. Сонда тақтайдың үстінде, үстелінің үстінде толып тұрады ескі құрандар. Кішкентай, үлкен. Соның бәрін оқиды ғой. Ол қазір ол кітаптар содан кейін кімге қалды? Қайда қалған кітаптар? Өзі өлгеннен кейін қайсында қалды білмеймін. Шығуда жоқ шығар. Оразбек ата енді Оразбек ата Ниязбек атаның ағасы ғой, ағасы. Ол кісі атам, Ниязбек атам. Сіздің есіңізде неше жасында ол кісілер сонда? Оразбек ата нешеде сол кезде? Оразбек атам ба, енді ол кездегі 40-та кісінің өзі шал болып көрінеді ғой. Ол кезде сол Оразбек атам 60-тың ішінде шығар. Сонда сол кісіге молла болғанда? 60-та даже 50 ма, сол шамада. Ірі молла болған, е? Ірі молла. Сонда бір жері ауырса, басың ауырса, басқа бір жері ауырса, анадан өз кітабын алады да, сол кітапты оқып шүкіреді. Содан тәуір болады. Шүкіргенде сумен, е? Сумен Құранды оқып отырып шүкіреді өзі. Сосын тәуір болады? Сосын тәуір болады. Оразбек ата бар кезде, сіздің шешеңіз қайтқанда Оразбек ата бар ма еді? Бар. Атам бар ғой. Атам бердін, мына Қызылшілікке Шөптігөлге көшіп келді. Әрмия болды қолында. Әлимаш жеңгем 1 жыл тұрды ма, 2 жыл тұрды ма, Төлеген ағам қайтыс болғасын. Жалғыз ұлы Төлеген қайтыс болды ғой. Әужан мен Зейнаштың әкесі. Содан кейін Әлимаш жеңгем 2-3 жылдай тұрды ғой деймін. Сол жерін толық біле қоймай. Содан кейін өзі ұлықсатын берді, атам ұлықсатын берді. Бәйбішесі Қиянқылау кісі болды ғой, Жәкен апам. Содан бұлысы қайтты 4 күніне, содан Төлеуге тиді ғой, Төлеу деген, кейінгі қыздардың әкесін. Қарлығаштардың. Иә, Қарлығаштардың. Әужан бірақ біз жақта қалды. Әужан сол атам бауырында қалды. Әужан енді немересі ғой? Иә. Оразбек атаның. Иә, атам бәйбішесі бұрын өлді, атам кейіннен өлді. Сол атам өлгеннен кейін Әужан сол әкемдердің қарамағында болды, Әрмияның қарамағында болды. Өйткені Әрмия кірді қолдарына, Тілеу екеуі. Жоқ, Әужан немересі емес, Әужан ұлының баласы, немересі ғой. Төлегеннің баласы ғой, немересі ғой, дұрыс, Төлеген марқұм баласы. Иә. Сонда тәте, атам 67-ші жылы қайтыс болды айтпақшы. Мен Сәрсенге атаң нашар жатыр деген хабар келді. Онда біз Южныйда тұрамыз. Содан кейін енді өзімше көмектесейін, несін бірдеңесін деп аяғым ауыр бүгін бертең Сәрсенге. Содан бардым ғой, папаң апарып тастады машинамен. Бардым, сонда барғаннан кейін 3 күннен кейін қайтыс болды. Атам қайтыс болғанда мен оң жақта жатқанда Сәрсенге толғатып кешті алдым. 67-ші жылы қайтыс болды. Ниязбек атам қайтқанда Доди туды ма, неме болатты? Доди 6 айлық. 6 айлық онда, иә? 73-ші жылы. 73-ші жылы қайтыс. 67. Содан кейін 5 жылдан кейін қайтып туған ағаш атам, иә? Ниязбек атам. 67, сонда 73 жасында 73-ші жылы қайтыс болды әкем. 73 жасында, иә? Екеуінің арасы қанша сонда? 67. 5 жылда қайтыс болды. 6 жас па? 67 ма? 67 жаста болды ма ол кезде? Жоқ, 67-ші жылы атам қайтыс болды. Иә.
Енді 73 жылы 73 жаста әкем қайтыс болды. 5 жылда арасы қайтыс болып тұр. Бірақ әкеңіз бен Оразбек атаның арасы қандай несі? Жасы аралары қанша жас? Ол кісі 67 жылы Оразбек ата нешеде болды? Нешеде қайтқан деймін, ол кісі сол 73-те ғой деймін. 73-75-те болды қайтқан. 78-де екен онда ол кісі. Иә, атам 5 жас екен атам екеуінің арасы. 5 жас па солай. 73 жылы, значит, туди қайтқан жылы атам 73-те болса, 67 жылы ана кісі 73-те ғой деймін. Солай болды ма? 73-те қайтты ғой деймін әйтеуір. Сонда ол кісі кәдімгі емші болған, е? Емші болған жоқ, енді молла деңіз, молла. Молла кәдімгідей. Үш көрет ана несі, Құрандарын оқып. Сонда ол кезде моллалық қызмет қалай болды ол кісілер? Молла онда моллалар солар ауру сырқауларды жаңағыдай үш көрет. Қайтқан кісінің намазын шығарады. Сондай ғой молла. Оқытты ма балаларды? Моллалар оқытып еді ғой бұрын балаларды? Ондай болған жоқ, е? Олар енді одан әртіндегі моллалар. Әртіндегі ғой олар, моллалар оқытатын. Жоқ, атам ондай емес ана. Солай өзі үйде намазын оқиды, жаңа Құрандарын оқиды сол. Үш көрет сол ауырып келген кісіге. Намаз шығарады. Сонда енді ол кісінің бойында да бірдеңе болып тұр ғой. Қасиет бар ғой енді. Енді жаңа Айзереге кездескеннен айтыңызшы, Мәшһүр атаның басына бардыңыздар, е? Иә, бардық сол кісінің басына. Бақа, Дарын, 2 қызымен, мен, Көкемай, Айгерім. Содан қайтып келе жатқанда ма жаңа кісі кездескен? Аруназбен сол атаның басына барып, кешенесіне Құран оқытып, садақасын сап кеп, ана несінен өзіміз апарған немізді шай ішіп, тамағымызды іштік. Содан кейін шықтық қой енді. Мәшһүр атаның басына бардыңыздар, е? Содан шығып ана атаның бұлағы бар ғой өзінің, ескі үйінің қасында. Ол үйді де істеп қойған ба? Істеп қойған, ол үйге де жатады кісілер бар. Кигіз үй тігіп қойыпты биыл 60 жылдығын, 68 жылдығында тойлағандан етті ғой. Қардырып жақсы істеп қойыпты басының бәрін. Соның бұлағына су алайық деп бардық қой біз. Сонда бір бізде кеп тоқтадық. Бір машина келіп тоқтады, иномарка машина бірақ. Сосын әлгінің ішінен жайкасымен немен отырған кісі бір кезде қарасақ басына не киіп, шапан киіп, белін буып алып жатыр. Сосын таяқ алып шықты, аса таяқ ішінен. Сосын мен Дарындарға айттым, мына кісі емші ме, сондай бірдеме ғой новай. Деп содан ана атаның үйіне кетті, Құран оқимын орнына деп. Есігі жабық тұрды ол кезде атаның. Содан айналып шықты да, сосын бұлақтың басына барып оқиын Құранды деп. Содан бәріміз де бардық. Сосын Дарын ана бұлақ басына бармай тұрып, қай жерденсіз сіз деп солай, мына таяғыңызды көріп келіп тұрмыз. Сіз бала емдейсіз ба, кісі емдейсіз ба деп сұрады. Жаңағы ақсақалдан. Ақсақалдан сұрады ма? Ақсақал сосын тұрып, ол айтты, жоқ, мен жол жөнекей емдемеймін деді. Бала емдетем десең, мен Астанаға кетіп барам, мына атаның басынан кейін Астанаға кел деді. Сосын Дарын енді қоймады қайта-қайта. Содан бұлақ басына барып Құран оқыды ол кісі. Соны суға келген кісілер бәріміз отырдық бұлақ басында. Содан өшіретпен су алып аттық. Содан жарайды енді шұқтап берейін деді. Жаңағы атама? Ақсақал. Содан әйелі бәйбішесі су апарды бір ожау, мұздай су ғой енді. Содан үшкіріп сөйтті. Ата өзі үшкірді. Сол кезде анағы шошып қалды сол. Одан кейін ана пышағын алып неткен кезде ойлады ғой деймін. Пышақпенен деді. Содан қашып жылап, бармайым деп дір-дір етеді. Өзі тоңдан судан кейін. Бетіне шашты ма сонда? Бетіне шашты ғой. Содан әрі қорыққаны бар. Содан кейін жоламай. Сосын алдадық, келші, жақсы боласың, ата шықтасын тағы да деп. Нетпеді, жоқ, бармайым деп. Келеді, қайта қашып кетеді. Сосын ана бәйбішесі келіп, шақырып, кел, мен нетпеймін, шықтамайын, кел. Мен сипайын деп. Соны шақырып, айтыр, оған кел. Соны ана кісі сол майда кісі екен, жақсы бәйбішесі. Сол майдалап тұрып, ақырын сол сипап, басын бәрін. Айзерені. Сөйтті.
соны ана аса таяқты ұсташы, ұстамайды аса таяқты қорқып қалған. Сосын айттым, мына таяқты ұста да былай өзі көрсетті, жерге былай үш рет былай нетші де, соқшы деп. Соны әйтеуір соқты ғой деймін соны. Содан айтты солай, мына баланы деп, солай қасиет болып тұр деді. Сосын Қасиет болып тұр, мына аяғына, мына белге дейін ұстап тұр мына баланы деді. Қуықтан деді, өзі қуықтан да ауырады деді. Соны жылы суға салып аяғын солай нет деді. Сосын ана Үштөбеде Баян ата деген ата бар деді, қасиетті кісі. Сол кісінің басына барып түнеңдер, сосын суға шомыласыңдар, сол кісінің суын ішесіңдер, 2-3 рет барыңдар сол кісінің басына. Қасиетті дарын жақтан емес, е? Жоқ, сонда айтты. Дарын сен жақ, мына өзің жақтан алыстау деді. Мына баланың нағашы жағынан болып тұр деді. Нағашы жағында не мықты тақау болып тұр деді. Ол енді біз жақ қой, сіздер жақ. Мен жақ қой енді нағашы біз. Енді сізде жаңаға, сіздің жақта кім сонда? Біздің жақта енді жаңа Жәмем Бегім Сығауленің тұқымы ғой. Ол кім Жәмем? Ана шешем шешесі. Шешеңіздің шешесі, Мүрсәлім ап. Мүрсәлім. Мүрсәлім ап. Ол кісі неменен? Бегім Сығауленің тұқымы, арғы бабалар. Ол кісі де емдеген, е? Ол кісі де сондай қасиетті адам болған. Шешемнің өзі де кісі сол емдеп бір неткені қайталамайтын. Енді сонда ана Талдықорғанда ол, Талдықорған жақ қой жаңағы Үштөбе дегеніңіз. Талдықорған жақ. Талдықорғаннан әрі кішкене. Үштөбе, сонда Баян ата деді. Баян ата деген ата бар деді. Сол кісінің басына барыңдар деді. Енді сонда апару керек дегенсіз, е? Енді жазда апарады ғой, алла жазса. Сосын қой сойды айтты едіңіз? Сосын дарынға айтты. Бір қойды арнап сой деді. Сойып, қанын ағызып сой деді. Қан ағып атқанда Алладан жылап тіле деді. Баланды деді. Сосын нет деді. Содан кейін атаның басына апар, жақсы болады деді. Енді сол енді сөзінің жаны бар ма ол кісінің, ол қызда қасиет бар деп ойлайсыз ба? Ойлаймын мен, бар қасиет. Мен әуелден айтқан, сол 3 жасында білдім мен бұл қызда қасиет бар. Өйткені мен тура өзім арқама шаншуға далғанда, сонда бәрі күлкі қылады, Айзере бишікпен емдейді деп. Кәдімгідей ана бишікті іліп қояды өзі. Сосын басына орамал байлайды. Орамал байлап келіп бишікпен емдейді жұрттың бәрі. Сосын мен айттым бір барғанда, Айзере мені шыққаш арқама шаншуға далып отыр дедім. Сосын орамалын байлап келіп, жаңа бишікті ұстап алып, арқама бірдеңесін айтып, арқамды соққылады кәдімгідей. Сонда менің арқам шымыр ете түсті, анау бишікпен соққанда. Жаңа шаншуым басылып кетті, сосын кешке қарай. Керілеп кәдімгідей. Сосын мен сразу айттым, сендер мынаны 13 қылмаңдар, мына қыз қасиет бар мына қызда деді. Оны ешкім керек қылған жоқ. Ешқайсымыз оған сенбейміз. Мен ылғи айтатым, осы қызда қасиет бар. Өйткені Құранды қалай жаттап алады? Құранды оқиды кәдімгі? Үйде Құран оқиды дейді, ана жұма не күндері. Өзі оқиды дейді Құран. Қазір оғыз 4 оқиды ғой дейм, е? 6 оқи ма даже? Сосын айтты, ана кісі айтты, солай жол жөнекей келе жатқан емшіге көрсетпеңдер деді. Бұл баланы деді. Буып тастайды деді. Әлі бұл бала түбі күні домбырамен емдей ме, бишікпен бе, қобызбен бе өзі шығады деді. Ақын бола ма деп сөйдеді бұл бала деді. Сол только ана кісінің басына апарып түнетіңдер деді баланы. Соның несі бар деді, өз кісі бар соның басында. Айтсаңыздар алып барады өздері деді. Бұл балада қасиет бар деді. Енді оған апара қойса жақсы, ол кісілер, олар кімдер апарып? Енді биыл жазға қарай апарамыз деп отыр, енді қазір суға түсе алмайды ғой. Еще суы бар ғой, суға түсу керек дейді. Сол кісінің басында суға түсу керек деді баланы. Қай жерінде екен, өз жерінде біз бір көлдің басында болдық. Сол жерге келе жатқанда арғын тұншығып, Көктөбеден, неден, Талдықорғаннан, Үштөбеден қайтып келе жатқан кезде арғын тұншығып, дем ала алмай. Бірдеме буып, лөқсап, осылай бұндай приступ болады деп. Көл бар деді. Сосын сол көлге қарай апарайыншы деп, ана жүргізуші айтты, сізді көлге қарай апарайын деп. Сөйтіп көлге апарып не еттік? Сол жерді шығар мүмкін.